Айтпақшы, бөлісіңіздер, таратыңыздар. Тоқтаусыз түрде әлеуметтік желіге бөлісіңіздер. Тоқтаусыз түрде WhatsApp'та, Facebook'те достарыңызға таратыңыздар. Қазақстан көгертпесе, көктетпесе, қысымға алса, міне қаңтарда жас боздақтарды қинап, әшейін бір көшеге камераға түсіп қалған үшін алып, міне бәрін басып, жаңа 20 жылдан 30 жылға соттап жатыр. Міне өлі аруақтарға дейін соттап жіберген. Міне осындай сұмдық масқара жүйе Қазақстанда. Қазақстандық сот жүйесі, Тоқаев айтқан сол 20 мың террористті толтырамын деп, ана баяғыда өліп, көміліп кеткен осы кезге дейін міне еті ағып сүйегі ғана қалған аруақтарға дейін соттың үкімі шығып қойды міне. Осындай масқара ел. Енді міне Қытаймен визасыз режим орнатады. Бітті. Қазақстан өзі 19-20 миллион ғана халық. Ана жақтан Қытай келеді. Қазақстанда 3-4 миллион орыс бар. Сырттан келген 3 миллион орыс бар. Ол орыстың қызына Қытай бола ма, чүршіт бола ма, қалмақ бола ма, бай болса болды. Аналар үйленеді, келеді. Ол орыстың бәрі Қазақстан азамат. Қазақстанның азаматтығын береді. Біздің көші-қон комитеті сатылған, ұлттық қауіпсіздік сатылған. Енді Қазақстанда қазірге дейін 6 миллион Қазақстан азаматтығын алған Қытай бар десек, енді бітті. Қазақстанда кем дегенде бір 5 миллионда 10 миллион Қытайдың азаматы болып шыға келеді. Қатындарының бәрі қазақтың қыздары, орыстың қыздары Қазақстанның заңды азаматы болып шыға келеді. Сосын енді ол Қытайды басыңды тауға ұр, тасқа ұр, тепкілеп отырып шыға алмайсың. Қазақтан бір кетілер шығып, оның бәрін жаңағы пешке жағып жібермесе, ол Қазақстанға келген Қытайды тепкілеп шығара алмайсың. Міне Қытаймен визасыз режим, қазақты құрту деген алдыңғы лекциямды сөйледім. Қалай оңтүстік шығыс Азия елдері осы Қытаймен басы ауырып отырғанын, тарихи ауыр. Батысқа жиналайық, осы батыста үлкен күш болып қалыптасайық, әрине. Батыста үлкен күш болып қалыптасып, қайта соққан құйын болып, мынау оңбаған Назарбаевтық, Тоқаевтық жүйені құйын болып тас-талқанын шығарайық. Оған дәлел. Ирандағы төңкерісте кезінде шетелдегі диаспорасы арқылы іске асты. Кезіндегі Париждегі көтерілістердің барлығы шетелде Германияда, Англияда жүрген француздардың көмегімен іске асты. Білесіздер. Ал Америкадағы Англияға қарсы төңкерісті француз төңкерісшілері қатты рухани, идеологиялық және қаржылай қолдап, содан Америкада демократиялық республика құрылды. Ал Қытайды 2000 жыл билеген феодалдық жүйені кім құлатты? Сун Яцен, Сун Чжуншан құлатты. Ал сол феодалдық патшалық жүйені құлатқан Сун Яцен, соңғы 4 ғасырға жалғасқан Шүршіт дейтін халықтың, Қытай дейтін халыққа жаңағы жаулап алған, отарлап алған жүйесін құлатқан кім? Сол Сун Яцен, Сун Чжуншан, сол бүкіл Америкадағы, оңтүстік шығыс Азиядағы Қытайдың диаспораларына сүйене отырып төңкеріс жасады. Тура сол сияқты бізде мына сұмырай жүйені, әрине басым көп санды халық ел ішінде қалады, ал қудалауға ұшыраған, қорлыққа ұшыраған халық шетке жиналсын, шетте жиналып отырып, түбі құйын болып соғып, осы жүйені құлатуға күш салайық. Әрине адамның басының Қазақтың Пекиндегі бас елшісі Шухрат дейма, кім еді аты? Өзі соның атының өзі, фамилиясының өзі сарт құсап тұр. Сол Мәсімовтің командасы емес пе? Сайттан Қазақтың Қытайдағы бас елшісі деп іздеңіздер. Шухрат Нұрышев па, кім еді соның аты? Білмеймін. Аты жарайды, кім болса болсын. Сол иттің баласы қарғыс атқыр, мынау Қытайдың сыртқы істер министрлігінің консулдық қызметімен сөйлескенде есеп беріпті. Қытай мен Қазақтың визасыз режимін іске қосуды пысықтап жатырмыз деп. Ендеше біткен жерің осы Қазақ. Енді Қарақытай қаптайды. Қарақытай қаптаса, онда Қытайдың аяғы тиген жер қала болады, бұты тиген жер бала болады. Қытайдың аяғы қайда тисе, сол жерде қала пайда болады. Қытайдың бұты қайда тисе, сол жерде бала пайда болады. Бұл енді Қытайда қазақтың мақалы. Бұты тисе бала бітетін, аяғы тисе қала бітетін бұл сұмырай Қытай біздің ата жау. Бұл ата жау туралы қазақтың образды суретті сөздері бар. Көзі қысық, тісі қисық, тісін тілімен жасырған, беті күліп, іші ұлып тұратын арамза ата жау бұл.
Бұл Атажау бізді 2000 жылда 2000 километр тықсырып, ата-бабамыздың ежелгі ескі қонысы Қарақұрымнан мына Жетісуға алып келді. Жетісу біздің жеріміз еді әрине, бірақ тықсырып отырып алып келді. Міне, ежелгі Үйсін патшалығының бұл бір шекарасы болатын. Ал ана арғы шекарамыз мына қар. Болмаса Күлтегін ескерткіші, Білге қаған ескерткіші, Тонеқұл ескерткіші бабаларымыздың сол Монғолияның астанасы Улан Батырдың шетіндегі Қарақұрым деген қалада сол неге жатыр? Біздің шекарамыз сол болған, астанамыз сол болған. Мына Қытайдың қорғанының сыртының бәрі біздің жері болатын. Міне қазіргі Қытайдың шекарасы қайда, біз қайдамыз. Енді осы Қарақытай қазақпен визасыз режимге көшсе, оны әрине жаңағы елші шешіп отырған жоқ, Тоқаев шешіп отыр. Мына біздің сатымсақ сатқын қарақшы депутаттар қол қойып отыр. Енді осыдан ойла. Ең қарапайым. Мына өтіп кеткен жұма күні, 10 ақпан күні түстен кейінгі сағат 5-тен 40 өткенде Жанаргүл Жұматайды тұтқындап алып кетті. Ертең, міне бізде қазір жексенбінің түні, сіздерде қазір дүйсенбінің таңы. Бізде енді бір 9-10 сағаттан кейін Америкада дүйсенбінің таң атқанда бүкіл ақпарат жазғалы отыр. Сол Нұрышев Қытайға айтыпты, біз Қытайдың ішкісіне кіріспейміз депті. Бітті болды. Қытай әбден келісті. Жанаргүлді сен көтермейсің, Жанаргүл туралы аузыңды ашпайсың деді, ұстағалы жатыр. Міне солды келісіп алды, Жанаргүлді тұтқында. Яғни бұл сұмырайлар іштегі қазаққа да бұлар жау, сырттағы қазаққа да жау. Бұлардың бір ғана мүддесі бар, қазақты тонап, қанын теспей сорып, қалтасын қампиту, ана үрім бұтағын шетел асыру. Сондықтан қазақ баласы мына жүйені құлатпай, жақсылық көрмейтініңді білуге тиіссің. Білуге тиіс. Ал қалың елім қазағым, қайран жұртым, ұстарасыз аузыңа тұстау мұртың деп Абай атам зарлап өткендей, біздің айтатын сөзіміз осымен тамам. Жанаргүл Жұматай туралы Атажұрт партиясы баспасөз мәслихатын өткізеді. Дөңгелек үстел өткізеді. 2. Үшіншісі ереуіл ұйымдастырады. Осы 3 іске бүкіл қазақ аттану керек. Біз қазақтың батыр қызы Жанаргүлді қараптан қарап Қытайдың темір тегеуріне тастап беріп, үнсіз отырсақ, ұлт ретінде біткен жеріміз осы. Жанаргүлді құтқаруды ту қылып шығып, Қытай мен қазақтың визасыз режиміне қарсы бүкіл қазақ халқы видео үндеу тастау керек. Әлеуметтік желіде үлкен толқын қозғау керек. Қытайдың Қазақстанда үлкен мүддесі бар. Мұнай, газ, уран мәселесі. Біз енді осы Қытайдың Қазақстанда үлкен мүддесіне батысты келіктіріп, батыстың қысымымен Қытайдың Қазақстандағы мүддесінің желкесін қию керекпіз. Аман болайық, сау болайық, қалың елім қазағым. Ол үшін сенің аттанысқа келуің керек. Аттанысқа кел. Аттанысқа кел, үндеуіңді таста, жаманына келсе 15 күн қамал. Ұлттық қауіпсіздік қысым қалса, видеоға түсіп, дәлел фактыңды жина. Қысып шыдатпай бара жатса, Еуропа мен Америкаға кет. Ал егер тым қатты қыспаса, күресіңді жалғастыр. Бүкіл қазақ оянса, мына жүйені құлататын күн алыс емес.